дейді, әлбетте. Сұрау керек, базардағы ет сатушыдан сұрайсың, мына ет адал ма деп сұрайсыз. Килограмм саудаласқандағыдай сұрайсың. Ол өз соймаған, ол өз біреуден мұсылманмын деп бүкіл ант суды ішеді. Все, ол соның мойнына ілінеді. Енді мұсылманның сипаты болса, дейді ол адамда, сөйтіп келісіп алып, ауыздан сөзін алып, содан сатып ала бересіз болды. Туған күніңіз құтты болсын, рахмет. Анасы баласының айтқанын ақылын тыңдауға бола ма? Анасы баласының айтқанын дейді. Неге тыңдауға болмайды? Анасы баласына жамандық ойлай ма? Жаным, не сөз ол? Емізді әйел намаз оқса, емізген сайын дәрет ала ма? Жоқ. Намазды жолдошым. Менен жамаат болып оқыған парыз намаздың кей жерін қосылып оқиын. Қай жерлерін қосылып оқиын? Бардығын, ұйдым имамға дейсен, анан кейін бардығын оқиды. Намазы Аллаху акбар дейсіз, қолыңызды мөntіп қармайсыз. Субханака деген сәна бар ғой. Субханака Аллахумма ва бихамдик ва табарака исмук ва та'ала жаддук ва ла илаха гайрук деген осы сана дейді, сәна. Осы сәнаны өзіңіз оқисыз. Андан кейін күйеуіңіз аузу бисмилла мен фатиха бір сүре оқиды. Андан кейін фатихадан кейін доушта оқыған малда сіз амин дейсіз. Андан кейін рукуға кетеді, амин Аллаху акбар деп, Аллаху акбар деп барасыз сіздер. Субхана раббиял азим, Субхана раббиял азим деп 3 мал, 5 мал, қаншалы айтасыз, осынша мал айтасыз. Андан кейін сами Аллаху лиман хамида десе деле, демесе деле, Раббана лакал хамд дейсіз. Андан кейін саждаға барасыз, 3 мал. Субхана раббиял а'ла, 2 сәжденің ортасында. Анан biraz жәлса дейді, ошо жерде, ошо жәлсада Рабби ғфирли деп айтасыз. Андан кейін қайрылы үшін тұғылантып кете береді. Жаннатты қылуды насіп етсін баршамызға. Көз ашықты болуш харам. Андай болбойт, ал күнөө болот, ал ширкке дейин кетет. Дүниеге келген күніңіз құтты болсын. Рахмет. Нұрлан аға, мемлекеттік жәрдемақы инвалидность алған шариғат бойынша дұрыс па? Егер сізде инвалидность болып, мемлекетіміз сізге тағайындаған болса, онда ол нәрсе сізге адал болады, өзіңізге жаратасыз. Егер сізде инвалидность болмай, сіз оны алдап, өкіметті алдап, инвалидность ақысын алған болсаңыз, мемлекетті тонағаныңыз үшін сізге күнә жазылады, жегеніңіз арам болады. Шын мәнінде инвалид болып қаласың. Өйткені көптің қарғысы көл болады, жаным. Сондықтан сен мұқтаж болсаң ғана, бізде мынандай сөз бар. Елдің бәрі тонап жатыр ғой, елдің бәрі жеп жатыр ғой, анау жегендер нағып соларға шықпайды. Олар өз үшін жауап береді, бірақ сен өз үшін жауап беріп қаласың. Сондықтан мемлекеттің қазынасына кірмейміз, жаңағы заңды бұзбаймыз. Бұл бәрімізге қажет дүние. Мемлекет біздікі. Ой, анау жеді ғой, ол өлсе сен өлмейсің, ол атылса сен атылмайсың. Құмар ойыннан адамды қалай тоқтатуға болады? Ол адам өзі тоқтатуға қаласа, онда тоқтатуға жәрдем беруге болады. Инстаға ислами видео қою сауап па? Әлбетте сауап. Біреу тыңдайды, біреу көреді, біреу жақсылық естиді, содан түзеліп кетсе қайдан білесің? Мысалы, менің осы жерде айтқаным, осы жерде қанша адамның отырып тыңдағаны, мейлі ішінен 2000 адамнан бір адам, мен мынаны бастадым, мен сізді тыңдап намазға келдім, мен сізді арқаңызда мынаны үйрендім деп, мен сіз видео салған сіз, соған себепші болсаңыз, сауап емес пе? Бір әріптесім еңбегімді ұрлап өзіне жазып алды, ашуландым, не істесем болады дейді. Полицияға қайырласың. Антикор деген бар бізде, бытчытын шығарады. 2 аяғын бір етікке тығады бәрін. Таң намазын оқығаннан кейін міндетті түрде таспих тарту керек пе? Мен енді бастап едім. Аттақията саусақты көтересіз дедіңіз басында. Жоқ, аттақият оқығанда ашхаду алла дегенді көтересің. Бірақ көтермей қойсаңыз да болады. Жаңадан бастаған адамға керек жоқ. Бұндай қол көтеру, саусақ қимылдату бір нәрсе сізге маңызды емес. Сіз басқа нәрселерге, парыздарға көбірек қараңыз. Намаздың парыздары деген кітапты ашасызда, соның ішінде бір бөлім бар. Намаздың парыздары және уәжіптері деген. Осы 2 бөлімді жаттап алсаңыз, ар жағы өзімен өзі жеңіл болады сізге.
Мен сізді тыңдап намазға келдім дейді. Машалла. Алла жүрегіңізге салғанын алды да осыны. Көрінбей жатыр. Так. Шашымды бояп алсам, намаз оқысам бола ма? Болады. Намазың қабыл болады. Қазіргі химический красканың барлығы намазға, ғұсылға кедергісі жоқ. Яғни химиялық ол бар воск ретінде қаптап қоймайды. Яғни краска ретінде өтіп кете береді. Жолым болмай жүр, шаруам үйділеспейді, дуа сиқыр екенін қайдан білуге болады дейді. Мешітке барасыз, білетін адамға айтсаңыздар, айтып береді сиқыр бар жоғын. Ассаламу алейкум, алейкум. Я давно читаю в намазе. Чтобы усилить иман, что бы вы посоветовали что бы посоветовали бы читать из книг? Знаете, одних книг будет мало. Многие люди, особенно когда читают книги про ислам, у нас начинает часто зевота. Усталость, вы 2 листа прочитаете, потом что-то зевать охота, потом телефон зазвенит, еще кто-то позовет, и, соответственно, это будет останется. Да, книги читать, они несут полезность. Мы всем людям говорим, что многие читали книги. Книги, да, несут в себе свет, мудрость, усиление имана и так далее. Но при условии, если вы при этом сдерживаете себя от харама, от запретного. Если многие мусульмане, читая намаз, делая поклон, держа уразу, пост, при этом себя не воздерживает от харама, от запретного, либо питаются запретным, никакая книга, ничего помощи не даст. При этом ваше окружение также играет большую роль. Вы должны отсеять тех друзей, от которых вы должны отречься, которые несут вам... Вы тех людей считаете друзьями многих, они могут для вас нести вред и, знаете, большую погибель. Поэтому переосмыслите. Мы многими дружим с нашими друзьями, которые у них в понятии вы как средство существования, либо средство пропитания, либо источник дохода. Многие нас видят так. Один человек нашел маленькую змею, вернее, купил маленькую, нашел, как скажем, одно яичко, и дома начал ухаживать, в кармане, и было как бы приближено, и из этого яйца вылупился маленькая змея. Он начал с ней играться, кормил, там, все скажем, ухаживал. А в один день эта змея выросла в большую анаконду. И в один день эта змея заболела. Говорит, сильно заболела, не питалась. Девушка привезла его к врачу-ветеринару. Ветеринар так осмотрел, сказал, с ним что-то произошло. Он питался, хорошо питался, был упитанный, сейчас начал худеть и болеет. Врач, осмотрев, сказал, он не болен, ваша змея. Говорит, а в чем проблема? Он говорит, вы спите вместе? Говорит, да, говорит, я даже в обнимках сплю. Он готовится вас проглотить, говорит. Он себя подготавливает к этому. В один день ваши друзья могут вас поглотить. Эти друзья и эти действия, которые мы считаем для нас полезными, тот же телефон, для каждого что-то другое, они могут нести себе вред, и в последующем эти все греховные действия нас проглотят. И когда они будут поглощать нас, вот заметьте, ваш намаз, ваше поклонение не могут противостоять этой змее, этому дьяволу. Почему? Потому что мы были сердцем приближены к этим запретным. И тогда вас ничего не сохранит. Аға, үйді алғанда, көлік алғанда, Құдай тамақ береді, сол туралы айтыңызшы. Сонда үй алмасаң, машина алмасаң, Құдай тамақ бермейсің бе не? Ағайынды шақырмайсың бе не? Молда шақырмайсың, бата алмайсың бе? Жоқ сан. Ол жақсылық дұға батасы деген сөз. Соның құтты болса, сүйіншісі әйтеуір жақсылық ниет тілегі. Сіз Құдайына жақсылық ниетті алдын ала да бере беріңіз, алдын ала да жасай беріңіз. Аптасына 1-2 бөтелке ішіп дейді. Ішіп қоямын, намаз бастасам бола ма? Бастай беріңіз. Үлкен ақша қайтармай жатса, не істеу керек? Полицияға араласасыз. Егер полиция жәрдем бермесе, сол үшін не істейсіз? Онда ағайын үлкен кісіні қосып көресіз. Егер ол да болмаса, онда не істейсіз? Қияметке қалдырған жақсы емес, кешіргеніңіз абзал. Сәлеметсіз ұстаз, менің күйеуімнің машинасы менен көптеп ине табылды. Біреуі иықталып
қара жіппен оралған. Не істесек болады? Өзінің дұғасы бар, оқып тастау керек. Яғни бұл сиқыр. Алейкумассалам рахматуллахи баракату Мадияжан. Ұстаз, түшімде аялларны көп қараман, өзім айылман, хам рахмат. Наргиза болшын керек, Xotinlar, qizlarni ko'rishi nimadan bo'ladi? Tushida amollarning, ishlarining befaras bo'lganda, Xudo tomonidan uzoqlashgandan, Alloh taolaning zikridan ketgandan, Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatini man qilgandan har vaqt erkaklar xotinlar ko'radi, qizlarni ko'p ko'rishi shudan deb aytilgan katta ulamolarimiz shunaqa deydilar. Salmat mening kuyovim ishib meni urib tashladi, tiyib deydi. Ne istesem bo'ladi deydi. Birinchi badyaga degan bor. Badyagani jag'u kerak bo'ladi. Ana sinyaklarni keltirib kerak bo'ladi. Endi birinchi aytayın deganim. Ikkinchi aytayın degan ne uchun urdi, so'ni o'ylanib ko'ringiz. Sizdan de bor shiqar. Uchinchidan endi urdirmangiz. Telefon men imamga uyuğa bo'lmaydi. Telefon turmaq, televizor men onlayn primoy Mekkega uyuğa bo'lmaydi. Tuğan kınınız ben deydi. Rahmet. Men ауырып күйеуімнен бөлектемін, 4 ай болды. Біз тағы неке қидыруымыз керек пе, үйіме қайтқансын дейді. Жоқ. Әйел адам мен еркек адамның ортасы талақ айтылмастан екеуі белгілі бір себептермен, ауру себебімен, сапар себебімен, жол жүру себебімен, басқа да бір себептермен орталары ұзақ болса, яғни қанша уақыт болса да некесі бұзылмайды. Енді 3 ай, 4 ай деген не мәселе? Бұл мәселе әйелдің ақысы бар еркекте. Это минимум 3-4 айда еркек келіп тұру керек әйеліне. Егер онды кем дегенде, егер ондай болмаса, неке бәрібір бұзылмайды, бірақ әйелдің ақысы берілмеген болып есептелінеді. Мысалы, еркек үйден шығып кетті, жоқ. Bir gün жоқ, 2 gün жоқ, білмейді, просто жұмысқа кетті де жоқ. Хабар жоқ, бүгін жоқ, ертең жоқ, арғыны жоқ, бір ай жоқ, іздеп атсы милиция молда шыңғамады. Палшыға дейін бардың, әйтеуір таппадың, жоқ. Хотя палшыға бару харам. Бірақ әйтеуір сатқан үйрек артымен жүзет, сондайлар көп. Не істерін білмей, жоқ. 1 жыл болды, 2 жыл болды, 3 жыл болды. Енді бұл басқа байға тия ала ма? Жоқ. Шариғат айтады, күту керек қанша жыл? 99 жыл деп Ханафи мазхабында айтады. Қанша деген сөз? Яғни өлгенше құтылмайсың деген сөз болады. Ереже солай. Меккеде жүргендер, қолдарыңды жайыңдар, Құран оқып жатырмыз дейді ғой онлайн. Сол дұрыс па? Енді дұға сен оған айтқанмен сен өзің айту керексің. Негізі ең жақсы дұға әркім өз-өзін. Мысалы біреуге машина керек, біреуге тоқал керек. Саған тоқал керек жоқ, саған күйеуге шығу керек. Әркім дұғасы бар ғой. Ол Меккеде тұрады, просто сені концентрация ретінде амин, Құдайым деп өзің айта бер. Меккесіз айта бер. Сонда сіз Мекке болсаң көрсең дұға қыласың, Мекке көрмесең дұға қылмайсың ба не? Жоқ, дұғаны жасай бер. Ешқандай проблема жоқ. Меккеге байланбай жасай бер. Яғни Меккедегілер видео қойса да, қоймаса да дұға жасай бересіз. Кореяға қашан келесіз? Құдай қаласа ниетіміз бар. Біз Америка Құрама Штаттарына дайындалып жатырмыз. Америкадан естіп отырған бауырлар болатын болса, Құдай берсе, Американың президенті Джозеф Байденнің шақыртуын алдым. Джозеф Байденнің шақыртуын алдым. Иншалла президентпен кездесуім болады Америка Құрама Штаттарының. Содан кейін Америка Құрама Штаттарының 8 ба 11 қаласында кездесу болады біздің ағайындармен. Содан кейін сол Америка Құрама Штаттарының имамдарының үлкен мәжілісіне қатысам бұйырса, соған дайындық қалды. Ерлан Қожамқұлов дейді. Міне екеуміз бірге не сөз ол, не қисық. Өзі жарымаған адам осылай жарымаған сөзді сөйлейді да. Сондықтан Америка Құрама Штаттарындағы ағайындармен, қазақ бауырлармен кездесу болады бізде. Чикагода, одан кейін Техаста,
Вашингтонда, Нью-Йоркта, қысқасы 8 қалада кездесу болады. Мен барлық жоспарын иншалла қоятын болам. Осы бірер күнде қазір программасы маған жіберіледі, соған қарай айтатын боламыз. Бірақ біз айдың соңында Америка Құрама Штаттарының президенті Джозеф Байденмен бір шай ішуіміз белгіленген екен. Маникюрмен дәрет қабыл болмайды деген рас па? Рас. Өйткені маникюрдің үстінде не тұрады? Лак тұрады. Лактан су өтпеген үшін дәрет өтпейді. Сол үшін бетіндегі суды, лакты кетіру керек. Қандай сұрақтар көтеріледі онда? Енді біздің еліміздің руханияты, мен саясатшы емеспін, мен жерде барып саяси мәселелерді, жалпы діннің көзқарасы, ынтымақ, бірлік, татуластық төңірегінде баяндамам бар. Бірақ мен жерде саяси мәселелер көтермеймін. Президент сайлауы немесе президент мәселелері жерде айтылмайды. Менің кездесетін қауымым да, имамдарым да барлығы діни мәселеде. Егер қажетті болған сөздер болатын болса, айтуға, білесіздер, тілімізді ешкім тартпайды, айтамыз иншалла. Талақты 3 рет ашумен WhatsApp-та жазса қайта қиюға бола ма? Бұл жерде қандай сөз айтты, мәселе сода. Мәселе қайта қию, қимау 3 ретінде емес. Мәселе қандай сөз айтылды? Талақ түсті ма, түспеді ма? Талақ деген сөзбен талақ түспей қалуы да мүмкін. Соны анықтайсыздар. Мен қыз боламын, әдемі маған намаз, мен қыз боламын, әдем маған намаз үйса болады. Әдем деген кім? Әжем ба? Оған есте сақтық қимау, онда әжем болады. Екеуін қатар оқисыздар, сізге үйса болады. Намаз оқу шылым шеге берсе бола ма? Насыбай атуға. Сонда намаз оқымағанда шылым тарта берсін деген сөз бе не? Жоқ жан, Насыбай, сен де атпа. Намаз оқысаң да атпа, намаз оқымаған да атпа. Намаз оқымасаң да сен біздің бауырымызсың, мен сені жақсы көрем. Намаз оқысаң да жақсы көрем, намаз оқымасаң да жақсы көрем. Намаз оқысаң чуть-чуть жақсырақ, көбірек көрем. Қаттырақ көрем. Қаттырақ құшақтаймын сені. Бірақ анау да менің бауырым, арақ ішкен де менің бауырым, алкаш та менің бауырым, басқа да менің бауырым, барлығы менің бауырым. Қайтқан адамның зираты табылмаса, Құранды қалай бағыштаймыз? Прямой бағыштай бересің, өз тауып алады зиратын. Алла тағала Құран зираттың басында тұру, оны точно направить ету, өлген адамның иінін айту, жет атасының атын айту, бәленбайдың келіне, түгіленбай рудан тараған деген мәселе жоқ. Айта бер, айтқан сайын сауап болады. Сауап бара береді. Сауапты мысалы сен бағыштадың, қабірі жоқ, білмейсің. Соны тұрып сауап, мына бәрін бітшін шығарды ғой. Енді қайда барам? Мен налево барам ба, направо барам ба деп сауап қиналмайды. Сауап тауып ала береді. Мен айтып беріп пем сіздерге, бір кісінің, бір жігіттің папасы қайтыс болды. Папасы қайтыс болып, Құран оқиын деп келіп отырдым ғой. Сөйтсем, баласы айтады ғой, ұстаз дейді, қажеке дейді, ау десем, мына папам памятнигінің тура алдына отырыңызшы дейді. Неге десем, сауап былай кетіп қалмасын дейді. Точно памятникке тиісін дейді, былай снайперский көздеңізші дейді. Сол сияқты ол сауап бара береді. Атын айтсаң да, мына жерден болса да, самолетте, жерде, ракетада маған десең, хоть мұхиттың ар жағында болсаң да. Әйел намаз оқу үшін күйеуінен рұқсат алу шарт ба дейді. Жоқ, ондай сөз жоқ. Нәпіл намазда алсын деген ғұламалардың пікірі бар. Сондай үкім бар. Бірінші истиғфар айтып, кейін зікір айтсақ бола ма дейді. Болады. Бірінші өз әсілі де солай. Бірінші истиғфар айтып барып айтады. Намаз оқымайтын сәләф браттар намаз оқымағандарды жахил деп айтатын еді алдында. Ол қалай болады? Айта береді ғой. Олардың айтқаннан, мысалы олар өзін космонавтпын десе, олар сәләфпін деп өзін есептейді ғой енді. Мен мысалы айтсам, мен космонавтпын десем, Тоқтар Әубәкіровтің қасында отырдым десем, мен айта берем, ол ондай емес қой. Сол сияқты дүние ғой жан. Ол айтқанмен сәләфпін дегенмен сәләф болмайды. Сен жахил дегенмен сен жахил болмайсың. Сондықтан ол айта береді. Сен мысалы жындысың десем, мен жындымын, мен ешақпын демейсің ғой сен. Сен ондай емессің. Мен ақылдымын, жоқ, мен сол сияқты дүние жаным. Олар айтқаннан ештеңе өзгермейді. Сен өзіңді өзгерт алтыным, Жақында атанамын дейді. Машалла.
Қандай дұға оқуға кеңес бересіз? Барлығын оқи бер. Мұсылман қорғаны деген жақсы бір дұға кітап бар. Электронды версиясы бар. Соны алып оқи бер, намазға келе алдым. Намазға келсең жақсы болады. Жүрегіңде қорқыныш болса, одан қалай құтылуға болады? Жүректе қорқыныш, сол қорқынышты Алланың қорқынышына байлау керексің. Алладағы үмітке байласаң, қорқыныш өзі үзіледі. Ол байлауды немен байлайсың? Бағанағы айтқан намазбен байлайсың жаным. ақш-қа барғаныңызда Палестина жайлы сөз қозғала ма? Иншалла айтамыз деп отырмыз. Мүмкіншілігі келгенде айтамыз, иә. Оны президентіміз де айтты, өз деңгейінде барлығы айтып жатыр. Біздің мемлекетіміздің айтынан, халқымыздың атынан сөйлейтін адамымыз бар, Құдайға шүкір. Сондықтан солай. Әйелімді тазалыққа қалай үйретсем болады дейді. Әйелді тазалыққа үйрету үшін оны ар намысына тиіп үйретпейді жаным. Ұрып, соғып, қорқытып, жәнін жей беріп, диванның астын неге сүртпейсің, картинаның арт жағын ағып сүртпейсің, телевизордың ішінен ағып қолын тықпайсың деп тазалық. Мынандай сөз бар. Орысша айтайын, енді орысша кішкене үйреніп қалған сөз. Чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят дейді. Сол сияқты тазалық жуып, тазалап, жалаған жерде емес, тазалық шашпаған жерде, таза ұстаған жерде болады алтыным. Сондықтан да айтпақ болғаным, сіз ең бірінші соған қараңыз. Қаншалықты сіздің үйіңізде тазалық деген сөздің ішінде кейбіреулер жанын жеп қояды әйелдердің ше. Әйелдің жұмысына араласып, қазанына араласып, кружка жуғанына дейін кіріп, феримен жудың ба, мистер Мускулмен жудың ба деп, бұлай өмір болмайды жаным. Олай болатын болса әйелің, сен онда әйелдіктің форманы өзің қабылда да, әйеліңді диванның үстіне жатқызып қой. Сондықтан еркек адам мен әйел адамның ортасында парық болу керек. Иә, кейбір әйел табиғатынан салақ болады. Табиғатынан салақ болады. Бір жігіт еркек әйелін тазалыққа үйретем деп, саяқ жұма ұйықтап қалады екен түнде. Сол кезде жуам деп не істеген екен? Үйге мысық алған екен. Мысық алған екен. Яғни ұрсып жағаласпаған. Сондықтан да тазалықтың белгілі бір шекарасы болады. Егер ол өз үйінен, семьясынан, тұқымынан көрмей өскен болса, көрінген жерге киімін лақтырып, көрінген жерге нәскиін лақтырып, гамажын көрген жерге шешіп жүрген болса, оны сен үйрете алмайсың жаным. Оны сен енді үйрете алмайсың. Оны бағыттай аласың бейді. Бұрып жөнге түсіре аласың. Бұрып жөнге түсіре аласың. Бірақ оны түбегейлі өзгерту ол мүмкін емес. Өйткені ол күйеуім нағашы жақта өскен, балаларға өз руын айтпайды, нағашы жақтың руымен өсіріп жатыр дейді. Рудан басқа сен нәрсе бітті ме бәрі ізде? Қараңызшы, иә, руды білген жақсы. Руды білгендер не? Әйелін ұрып өлтірмей жатыр ма не? Руды білгендер қылмыс істемей жатыр ма? Жоқ, коррупция істемей жатыр ма? Жоқ жаным. Иә, ру өзі жетеді. Өзі руды тауып алу оп-оңай қазір. Өз уақыты жеткенде елдің бәрі айтып береді, сен бәлем баласын, түгілем баласын айтамыз. Сіз тәрбиесіне мән беріңіз, жаным сол. Тәрбиесіне мән беріңіз. Баланың тәрбиесіне. Ол нағашысына атын айта берсін. Бірақ мына жақта имандылық, руханият, Алланы тану, пайғамбарды құрметтеу, өзінің салтын, дәстүрін үйретіңіз, қазақшылықты үйретіңіз. Сол маңыздырақ. Жет атаға жеткен кезде сол өзі тауып алады. Сіз де қазір күйеуіңізбен жағаласып, олай емес, ол былай деп, былай сыбыр, ол былай етіп, сіз былай айтсаңыз, ертең өте сізге ренжіп, семьяңыз бұзылып, ұрып, бір проблема келіп болып қалмасын жаным. Ең керек солай, ең маңыздысы сол. Түсімде бала туып алыппын, жақсы ма? Егер күйеуіңіз болса жақсы, күйеуіңіз жоқ болса, түстің садақасын беріп қойыңыз, жақсылық болсын. Тахаджуд таң намазы 2 ракат парызы сияқты оқыла ма? Тахаджудтың таң намазы, иә. Алла ризалығы үшін деп ниет қыласыз. Ұстаз, кафелде, пердеде бір адамның бейнесі шығады, нені білдіреді?
басыңды кішкене көтеріп жүру керек дегенді білдіреді. Кафелге бүйтіп қарай берме деген сөз. Бүйтіп үңіле берме деген сөз. Намаз оқығанда мына жерде бүйтіп, мына оюда жай намазда мына жерде мына мүйіз сияқты, мына жерден бір, мына жерде екі көз сияқты, мына жерден бір көз сияқты, мынау маңдайда тесік сияқты десең, қуасың. Сондықтан ондай болма. Біреу айта береді, мына жақтан крест көремін, мына жақтан крест көремін, ана жақ крест, мына жақ крест деп. Өйтетін болсаң, штаныңды шешіп оқуға барасың. Неге депті біреу? Сөйтсе штаныңның ауы шалбарының ортасы крест болып келеді. Алды келеді, арты келеді, екі боковой келеді ғой. Сол кезде арты тура, ауың крест болып келеді. Сондықтан оған қарамайды жаным. Ондай іздеме, крест іздеме, аң сурет іздеме, кафелді қарама. Өз аспанға қарап жүрші өзі. Аспанға қарағандар көтеріліп жатыр қазір. Бүйтіп жоғары қарап жүрсең жақсы болады. Ораза айында қанша күн қарызым бар екенін ұмытып қалдым. Не істесем болады? Ұстай бересің. Ең соңғы қарызам деп ұстай бересің. Мысалы, сенде 5-ақ күн еді. Сен 9 күн ұстадың. 9 күн 4 күн лишний болып кетеді деп ойлайсың ба? Жоқ. Мына 4 ораза нәпіл оразаға өтеді. Алла ризалығы үшін ұстаған дополнительный сауап оразаға өтеді. Вообще қарызың жоқ сенің. Өмір қарыз емессің. Бар болғаны бір 5-ақ күн қарыз. Білмейсің, 5 күн бе, 6 күн ба, 10 күн ба. Сен ұстадың, 5 күн бітілді, құтылдың. Енді мына 4 күн лишний болып қалды деп отырса, лишний болмайды, бұл нәпілге өтіп кете береді дейді. Жалғыздыққа қалай шыдау керек? Жалғыздықтың бірінші неден екенін түсіну керек. Және жалғыздықтың не екенін түсінген кезде жалғыздықпен күресу оңай болады. Мен жалғыздық туралы айтқан мақалаларым бар, оқып көрсеңіз болады. Тағдыр туралы жазылған, Google'дан терсеңіз, осы жалғыздық туралы, қазіргі адамдардың ол туралы бір видеолар жасалған, бірақ видеолар сақталмай қалыпты да, ал Google'ға жазған мақалам шықты. Сынаққа сынба деп теріңізші, сол жерде жалғыздық туралы жазғам, соны асықпай әр сөзіне мән беріп оқып шықсаңыз, сол жерде бар. Кішкене балалардың бастарылып қала ма, оларға жындар тиісе ма, әлде олар қорнанып тұра ма? Түсінбедім. Балаларға көрініп қалу ықтимал, олар біздің маңайымызда жүреді көбінесе, аят дұғаларды біз сол үшін оқимыз. Босанған соң көшеге шығуға, моншаға шығуға, адамдармен араласудан қорқам дейді. Босанған әйелге және оның баласына сыбиян деген жындар жақындайды. Сыбиян жындары адамға қатты әсер береді, әйел кісілерге әсіресе босанған. Сол кезде ол әйел таза жүріп, өзін күтіп, баптап, ана 40 күн қасынан неден шығару, шілде терін шығару, немесе жаңағы мал сойып қасында адамдар болуының бірден бір себебі сол. Неге 4 мазхаб бар? Выбор болу үшін, сенде таңдау болу үшін, сенде еріктік болу үшін. Бір жолмен Совет өкіметінің ана коммунистік партияның идеологиясы сияқты емес, сенде выбор бар. Исламның ішінде мынаны да істей аласың, мынаны да істей аласың. Сенде бір кеңдігін көрсетеді, діннің тереңдігін көрсетеді, ұлағаттығын көрсетеді. Шет елде қашан боласыз, кім шақырды сізді дейді. Кім бешнеге емессің меселе? Сұрағың солай жода. Бұлай, Ресей Федерациясына шақырылып отырмыз. Осы бір аптадан кейін Мәскеу қаласында үлкен жиылыс болады. Өткен жылда барғам. Соған қайта шақырылып отыр. 7 мың адамдық Крокус Сити холлында Мәскеу қаласында кездесу болады. Одан кейін Америка құрама штаттарында кездесу болады. Одан кейін Европаға шақырылғанбыз. Енді соның реттерін қазір көріп жатырмыз. Азан шақырып жатсам дейді. Азан шақырып жатсам мысық келіп тұрады қасыма. Неге дейді. Енді шақырып жатқаннан кейін келеді де ол да мысыққа дейін келіп жатыр. Үйдегілер келмей жатыр, бірақ мысық келіп жатыр. Енді мысық келгеннен адамың да келу керек те енді. Мәзһәбсіз намаз оқуға бола ма дейді. Мәзһәбсіз намаз оқуға болады, бірақ мәзһәбпен оқыған нағыз сүннет жол болады. Жасым 23-те еді. Мен 10 жыл ораза ұстауым керек па? Мен 4 жыл болды ораза ұстағаныма, 6 жыл ұстап берем ба сонда дейді. Жасым 23-те. 10 жыл емес. Ұстай бер. Сен санама, дата қойма. Жобалап алды, ұстай бер. Қолың бос болғанда бүгін бір күн ұста, бір аптадан кейін тағы бір күн ұста, содан кейін 2 күн ұста, сөйтіп ұстай бер, жақсы бол. 31 күні көршіміз қайтты. Ой Аллам, адамдар салют атып қоймады. Көршілерден ұят жоқ дейді. Иманды болсын.
13 жасар қызым, мен сізді тыңдап отырмын дейді. Тамаша. Аға дейді, аяғым ауыр, 4-ші кесарево бола тууға қорқып отырмын дейді. Алла жеңілдік берсін, дәрігерлерге көрініңіз, ғылым білім дамыды, енді кішкене сақтануыңыз керек еді, десе де перзенттіге өмір сыйлап жатсыз, Алла жеңілдік берсін сізге. Сонда 4 мазхабтың любой біреуін ұстауға бола ма дейді. Ұстауға болады, бірақ білімің жетпейді оған. Біздің елімізде тәжірибеде, практикада Ханафи мазхабы. Сондықтан біздің үкімдеріміздің баршасы дерлік Ханафи мазхабында беріледі. Біздің елімізде Кавказ халықтары, яғни шешен, ингуш халықтары және курд деген халықтар, бұлар имам Шафии мазхабын ұстанады. Бұдан басқаның барлығы Ханафи мазхабында болады. Сондықтан біздің Ханафи мазхабындағы ұстағаныңыз жақсырақ болады. Елде шатаспайды, өзіңізде де қолай болады. Адамда жын болса қалай белгі? Ол айтылған біз отыралы. Нұрсұлтан Рысманбет ұстаздарының дәрісіне қалай қарайсыз? Жақсы қараймын, ол інімізге. Екеуміз доспыз, бауырмыз. Мен Қазақстанда барлық ұстаздармен ортам жақсы, барлығымызбен бауырмыз. Қиналғанда анам бауырым есіме түсіме көп кіреді. Не үшін екен? Аруақтар сезеді қиналғаныңызды. Кезінде имам Хусейн өлген кезде Хазірет Али де көп адамның түсіне кірген деп айтылады кітаптарда. Сондықтан ешқандай мәселе жоқ. Бұл Құдайдың берген аруақтардың сезетіндігін көрсетеді. Медицина саласына оқыған едім. Егер хиджаб киген адамға алғашқы көмек керек дерлік, оған қол тигізу шариғатта үкімі қалай дейді. Жаным, айналдым. Өзім біліп тұрып сұрап жатсың ба? Енді сен адам өліп жатса, жоқ, бұл хиджаб киген, бұған қол тигізуге болмайды. Мен алыстан бүйтіп тұрып не жасаймын дейсің ба? Жаңағы не дейді? Дефибрилляторды мен қалай жасайсың онда? Сен дәрігер адам, шын мәнінде дәрігер мен врач, медицина қызметкерлер адамдарында пол болмайды жаным. Конечно, сен стоматолог болсаң, оның жалаңаштарын шешіндірмейсің ғой сен. Дұрыс па? Сен стоматолог болсаң, оның омырауына қарамайды шығарсың, надеюсь. Сондықтан әркім өз деңгейінде болады. Ода тұрған еш нәрсе жоқ. Сен дәрігер мамансың, сондықтан үйрену керек. Ана медицинский университетке барғанда бір студент сұрайды, біз әуретке қалай қараймыз енді деп. Сен әуретке қарамасаң күнәлі боласың дедім. Сен әуретке қарамасаң күнәлі боласың. Ертең күні көрсететін жер, кесетін жерін кеспей, басқа жағын төменді кесіп алсаң бәле ғой. Соны сотталып кетесің жарым. Сондықтан жасап қарап, кесетін нәрсені дұрыстап, кесетінді көріп, сабағыңды дұрыстап оқы жаным. Құтқаратын кезде құтқарасын сен. Конечно, елдің бәрін ашып қойып, жалаңаштандырып, өйде шешіндірмейсің. Бір оқиға есіме түсіп кетті. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям бір әйел келіп айтты, мен өліп қалайыншы деді, маған өлім сұраңызшы деді. Сөйтіп еді, не үшін деді? Мен деді, нем бар деді, эпилепсиямын деді, ауру, сонда бір талып қалатын ауруым бар деді. Ол не деді деп еді, мен одан емес деді, мен құлаған кезімде дейді, жүріп барады құлағанда, мына омырауым, денем бәрі ашылып ана бидай дірілейді ау деймін. Сол эпилепсия болғанда, судорожный болғанда үстім ашылып қалады, көйлегім, етегім ашылып қалады, содан Құдайдан ұялам деді. Мен өліп қалайыншы бұлай жүргенше деді. Елдің бәріне ұятты жерім көрініп бітті деді. Сол кезде ар намысты қараңыз, қандай күшті. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұға қылды дейді. Дұға қылғанда өлсін деп дұға қылған жоқ дейді. Жаңағы әйел енді тұрғанда құламайтын болды дейді. Тек қана намаз оқып бүйтіп сәждеге барады ғой. Сәждеге барғанда бүйтіп бар, жағына құлап қалады екен. Еш жер ашылмай, соны қайта тұрып ары қарай кете береді екен. Сондай ахуал болды дейді. Сондықтан адамға өмір сыйлау ол парыз болады. Дәрігер адамдар ол бөліп қарамайды. Мен есебімде олар жаңа өзінің берген антына адал деп есептеймін. Мүшел 37, 36 айттық. Түсіме папам қайтты, мазасыз белгісі кіреді, бауырларыңызбен орталарыңызды реттеңіздер. Сапарда 2 намазды қосып оқу дұрыс па? Ханафи мазхабында жам рұқсат етілмейді, яғни жиналып оқылмайды. 5 намазды жеке-жеке оқисыз. Жинау деген мәселе былай ғой.
Даже біздің сапарымыз бұрынғы сапар емес қой. Біздің сапарымыз рахат сапарлар. Біздің сапарларымыз бейбіт сапарлар. Біздің сапарларымыз қазір кайф сапарлар. Пайғамбардың ешекпен, атпен жүрген ешкім жоқ қазір. Бәрі машина, автобус, басқа пойыз деген сияқты. Сондықтан осындай дүние жаным. Түсінден тышқан көрсе не болады? Бай боласың, ақша келеді, көп болса бізге де салып жібер. Байып кетсең ұмытып кетпе бізді. Әйелім родыға бірге кірсем болады ма дейді. Әйеліммен бірге родыға кірсем. Қазақстанда туып отқан сенің жалғыз әйелің болса да кірме. Жер бетінде планетада адам қалмай, сен өзің жалғыз әйелің екеуін қалсаң да кірме жаным. Әйелдің өзі босанатын әйелдер бар, дәрігерлер бар. Партнерский родыға кіруге болмайды жаным, керек емес нәрсе. Егер ешкім жоқ болып, автобуста, пойызда жан қалмайды, онда босандыру керек болса, онда басқа мәселе, жәрдем бер. Ал енді басқа уақытта сен маман емессің, ол шыңғырып жатса, сен талып жатсың мына жақта, содан кейін қайсыңды құтқарамыз өзі. Сондықтан жаным керек жоқ, тыныштық керек. Сен қатты жақсы көрсең, ана коридорға тұрып, больницада далаға тұрып алып жылай бер, әйеліңе дұға қыла бер, аман есен болса екен, аман есен болса екен деп жылай бер. Қатты махаббат, любовьті сөже деп көрсет. Бірақ қасына кіріп, тожса деп отырма жаным, ұят болады, арам болады. Еркекке керек жоқ. Саған керек жоқ дүние жаным. Алла бермеді ма еркекке толғатуды, значит адам оны еркек көтере алмайды. Еркекке керек жоқ. Еркектің өзі запор болғанын жетеді саған, со проблема. Меккеге 22-11 телефонына хабарласыңыздар, Хикмет Travel компаниясының колл-центріне 22-11 телефонына қажылық туралы, умра туралы қандай сұрағыңыз барады. Менмен барыңызларыңыз келсе 22-11 2-3 пакет бар, сіздерге колл-центрдағы менеджерлер түсіндіріп береді. Қанша пакет тұрады, қалай тұрады, ішіне не кіреді, 22-11. Жақсы, Алла күндеріңізге береке берсін, Алла разы болсын. Баршаларыңызға амандық тіледім. Біз үшін де дұға қылып қойыңыздар. Мен де сіздердің дұғаларыңызға мұқтажбын. Отанымызға дұға қылайық. Баршаларыңызға Алла береке берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.